кісі ақысын жеп, қай жерден нені қармап қалсам, не алып қалсам, қалай пайда көрсем, дос демейді, бауыр демейді, кімнен не ұтсам дейтін адамдар өте көбейіп кетті ше. Жанығып жүреді, асығып уақыты жоқ. Сондай кісілерді көрген кезде Құранның мына бір аяттары есіме түсіп. Енді бұл аяттар денеңді тітіркендіретін аяттар ғой, түсінсең егер де. Алла тағала айтады екен, мен сені өзіме құлшылық ету үшін жараттым. Ендеше уақытыңды бос жай ойын күлкімен өткізіп жіберме. Және сен ризық несібеңді дайындап сақтап қойдым. Ендеше өзіңді шаршатпа. Ұлылығыммен, құдіретімменен ант етемін. Егер де мен нәсіп еткен нәрселерге, мен берген нәрселерге разы болатын болсаң, жаның мен тәніңе, денеңе тыныштық сыйлап қоямын. Және менің алдымда мақтаулы боласың. Ал егер мен берген нәрселерге разы болмайтын болсаң, ұлылығыммен, құдіретіммен ант етемін дейді. Және де тағы да ант етемін. Жер бетінде ентіккен жануардай шапқылайтын боласың. Түбінде дейді, мен үлестіріп берген нәрседен артығын ала алмайсың. Ей, адамның баласы. Мен дейді, жер менен көктерді жараттым. Ол маған түкке тұрмайды дейді. Жер мен көкті жарату. Сені бір үзім нанменен қамтамасыз ету маған қиын болсын ба дейді екен. Ойлаңызшы. Не деген керемет, ә? Міне осындай Құранның аяттары бар. Ентігіп, жанығып, кісі ақысына кіріп жүргендер осыны көрсе ғой. Сіздің рызық несібеңізді Алла тағала сіз үшін сақтап дайындап қойған. Аллаға құлшылық етіп жүріңіз, сізге бәрін нәсіп болады. Аман болыңыздар.